Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Пенальти ұғымы ең алғашқы рет 1891 жылы ирландиялық төреші Уильям Макрам деген азаматтың қолдауымен пайда болған. Кейбір ақпарат көздерінде Джон Пенальти деп аталады, алайда Джон Пенальти емес, ресми ақпарат көздерінде ирландиялық төреші Уильям Макрам ойлап тапқан. Жалпы бұл тақырыппен не үшін бастағанымды біліп отқанда шығарсыздар, құрметті көрермендер. Жалпы Еуропа чемпионаты мінекей өзінің нағыз қызу плей-офф кезеңі таяды. Және дәл осы уақытта, дәл осындай қызыған шағында өздеріңіз көргендей, осы Еуропа чемпионаты басталғалы екі бірдей феномен өте қатты белең алып келе жатыр десек болатын шығар. Тіпті кешегі ойындарда да өздеріңіз көргендей Мартин Дубровка қақпашы алдымен пенальтиді қайтарды және кейіннен өзі автогол соғып қойды. Жалпы бұл не деген феномен? Автоголдар мен пенальтилердің феномені дәл қазір мысалға екеуі жарысып келе жатыр десек болатын шығар. Бір ойында екі бірдей автоголдар соғылу дегенге қазір таңғалмайтын болып бара жатырмыз. Бір ойында екі пенальти соғылмай қалады дегенге таңғалмай бара жатырмыз. Жалпы бұл не деген феномен және бұл қаяқтан шықты? Не үшін ойыншылар осылай пенальти соға алмай қалуда? Алдымен осы Еуропа чемпионатындағы ең біріншілердің бірі болып қателескен ол әрине Пьер-Эмиль Хойберг болатын. Ол әрине сол бір қиын матчта, өзіңіз білетіндей Финляндия мен Данияның арасындағы матчта, сол бір Кристиан Эриксен жарақатынан кейін жалғасқан матчта болған. Және ол жерде әрине түсінуге болады, психологиялық та, физикалық та футболшылар өте қатты шаршаған болатын. Ал кейінгі пенальтилерге келетін болсақ, Гаррет Бейлдің пенальти өте ұсқынсыз, өте нашар пенальтилердің бірі болды. Пенальтиді қалай орындамау керек екенін көрсетті десек болатын шығар, іспен көрсетті. Одан кейінгі пенальтилерге келетін болсақ, өткен жолғы Жерар Моренаның пенальтиі қақпаның бағанына тиген, немесе сол жаңағы жоғарыда айта кеткен Альваро Моратаның пенальтиі, мысалы Дубровка қайтарған. Жалпы пенальтилер не үшін соғылмай жатыр дегенге сұраққа негізді теориялық түрде кішкене жауап беретін болсам, әрине қисынға келмес, алайда маусымның кеш аяқталғаны және кеш басталып, тығыз маусым болғаны, өте ойындардың көп болғаны футболшылардың физикалық шаршатып қойған сияқты. Ал өздеріңіз білетіндей, пенальтиде ол физикалық та, психологиялық та өте ауыр процесс екенін өздеріңіз білесіздер. Сондықтан кейбір футболшылардың жаңағы жүйке жүйесі оған шыдам бермей қателесіп жатыр деп ойлаймын. Ал енді автоголдарға келетін болсақ, өздеріңіз білетіндей, автоголдар да пенальтилерден кем түсіп жатқан жоқ. Матс Хуммельс сияқты мысалы топ ойыншылар, Мерих Демирал, Войцех Шесный, Мартин Дубровка жаңа айта кеткен, Юрай Куцка, Рафаэль Геррейро, Рубен Диаш мысалға, барлығы топ ойыншыларда, алайда барлығы осы Еуропа чемпионатында автогол салып қойып жатыр. Ол әрине сәйкестік деп ойлаймын. Және негізінде осы Еуропа чемпионатын тағы бір 3-4 жылдан кейін еске алатын болсақ, бірінші еске алатын жайттардың бірі ол әрине не автоголдар немесе осы соғылмаған пенальтилер болуы әбден мүмкін. Себебі автоголдар көп екенін білесіздер, және де пенальтилердің дәл қазір соғылған пенальтилерді санайтын болсақ, соғылмаған пенальтилерден аз. Мен өзім бір сол Мемфис Депайдың пенальтиі мен Криштиану Роналдудың ғана пенальтиі есіме түседі, соғылмағандарға келетін болсақ. Ал соғылған пенальтилер ол әрине, соғылмаған пенальтилер ол әрине жоғарыда айта кеткен өте көп. Одан бөлек тағы бір өте сондай бір антирекордтардың бірі, ол ағылшын ұлттық құрамасының бар жоғы 2 ғана гол соғып, өзінің қақпасына гол өткізбей, 3 ойында 2 гол соғып, өз тобында бірінші орынмен плей-оффқа шығуы. Жалпы бұл да антирекорд. Жалпы Англия ұлттық құрамасын осы 3 ойынын көрсемде түсінбей жатырмын, қандай ойын қоятынын және қандай мақсатта ойнап жатқандығын. Себебі қандай мықты құраммен мысалға Англия ұлттық құрамасы 1 голдан артық соқпайды, жаңағы сол автобус системасын қойбаған. Және егер алдағы плей-оффта Англия ұлттық құрамасы бір топ қарсыласқа түсіп қалатын болса, ол міндетті түрде, өйткені F тобындағы не Германияға, не Португалияға, не Испанияға түсуі әбден мүмкін, егер Венгрия бір сенсация жасамаса. Ал олар Англия ұлттық құрамасының бұндай жайбасар ойынын кешірмейтіндігі әбден белгілі. Міне достар, бүгін қысқа да болса осы Еуропа чемпионатында болып жатқан кішкене феномендер жайында сөйлестім. Видео ұнап жатса арнаға тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Ботиньо KZ арнасы.